Барлықтарыңызға сәлем, жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылмен бірге менің каналымның форматы да ауысты. Мен видеоларымды өз ана тілім қазақ тілінде жүргізуді жөн көрдім. Қазақ тіліндегі ютубтың дамуына өз үлесім тисін деген ниетпен. Қолдауларыңызды сұраймын. Видео ұнап жатса, доп ойнаған Назар каналына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр жаңа жыл футбол фанаты үшін бұл қыстық трансфер кезеңі. Әр жанкүйер өз командасының сапалы ойыншы сатып алуын үміттенеді. Уақыт шектеуіне байланысты бетке ұстар командалар үлкен бизнес жасаудан сескенеді, ал футболшыларды жалға алу әбден мүмкін жағдай. Трансфер терезесі ашылысымен осы қаңтар айының ең үлкен трансферлерінің бірі әзірше Кристиан Пулисичтің Англияға көшуі. Бірақ ол осы маусымды Боруссия Дортмунд құрамында аяқтайды, ал Челсиге тек жазда көшеді. Эден Азардың топ командаға өтуі ең үлкен трансферлердің бірі болуы мүмкін. Алайда оның інісі одан ертерек командасын ауыстыратын көрінеді. 25 жастағы Торған Азар Пулисичтің орнын басатын Дортмундтың номер 1 нысанасы. Осы маусымда ол Боруссия Мönchengladbach сапында тамаша өнер көрсетуде. 19 матчта 12 мәрте гол салып, 7 ассист орындаған болатын. Осыған байланысты Боруссия Дортмунд директорлары оның командаға жақсы үйлесетініне көзін жеткізді. Және де команда бапкері Lucien Favre өзінің философиясында Азарға орын дайындап қойған көрінеді. Өйткені ол Mönchengladbachтық Боруссия бапкері кезінде Торғанның ойына сүйіспеншілік көрсететінін айтқан болатын. Екі жақ ойыншының бағасы туралы әлі келісімге келген жоқ, және де Gladbach ойыншыны жазға дейін өзінің қатарында сақтап қалуды қалайды. Transfermarkt сайтының мәлімдемесі бойынша оның қазіргі бағасы 38 миллион евро. Оның бұрынғы клубы Челси және Тоттенхэм ойыншыға қызығушылығын білдірткен еді. Бірақ Дортмунд қазіргі сәтте оны сатып алушылардың көшін бастап келеді. Челси академиясынан шыққан ең талантты футболшылардың бірі Каллум Хадсон-Одой алаңға еш шықпауда. Өз қатарластарынан екі бас талантты болғанымен бапкер оны бірінші командада ойнатуға сенімкіремейді. 18 жасар Хадсон-Одой үшін бұл өкінішті жағдай. Сондықтан ол кетуге асығады. Оған 3 неміс командалары көз тігіп жүр. Олар Бавария, Мюнхен, Дортмунд және Лейпциг. Және де ол Жейден Санчо мен Рейс Нельсонның карьераларының қалай неміс жерінде жарқырағанын көріп, шет елде ойнап, өз атының да солай болғанын қалайды. Sky Sports News'тің ақпаратына жүгінсек, Челси Баварияның 30 миллион евро ұсынысынан бас тартты. Одан бөлек басқа ақпараттарға сүйенсек, Бавария өкілдері футболшының жанұясымен кездесіп, оның қалай бірінші командаға тезірек қосылуы туралы сөйлесіпті. Челсидің шабуыл шегі жаңартуды талап етеді. Маурицио Сарри Альваро Моратаға деген сенімін мүлдем жоғалтқан тәрізді. Негізі Гонзало Игуаиннің Стэнфорд Бриджге келуі болжалған еді. Өйткені Миланда оның жағдайы мәз емес, және де Сарри екеуі Наполиде жұмыс істеген болатын. Бірақ Челсидің көзі Вест Хэмнің форварды Марко Арнаутовичке де түсіп отыр. Оны сатып алу үшін Челси 35 миллион евродан кем емес ұсыныс жасау керек. Осы маусымда ол орталық шабуылшы рөлінде өте жақсы өнер көрсетуде. 15 АПЛ ойынында ол 7 гол салып, 2 ассист жасап үлгерді. Алайда, балғашылар оны сақтап қалу үшін барлығын жасауға дайын. Эредивисия қыстық демалыста болғанымен, Фрэнки де Йонг пен Матис де Ликке құрлықтың ең айтулы командаларынан көптеген ұсыныстар түсуде. Былтырдан бері де Йонгты Манчестер Сити, Барселона және ПСЖ бақылап келеді. Ең қызығы оның 65 миллион фунттық бағасы ағылшындық клубты шошытып отырған сияқты. Ал Барса мен ПСЖ бағасына мүлдем мән беріп тұрған жоқ. Барса оны сатып алуда фаворит. Олардың оған екі мықты себебі бар.
Фрэнкидің Лионель Мессимен бірге ойнауы және екі клубтың арасындағы қатынасты жалғастыру. Легендарлық Ринус Михельс пен Йохан Крuyff кезінде дәл осылай Амстердамнан Барселонаға көшкен болатын. Де Йонг маусымның соңына дейін Аякс сапында өткізетін көрінеді. Алайда осы айда ол басқа клубпен келісімшарт жасауы әбден мүмкін. Ол Барселонаны таңдауы өте ықтимал, өйткені клубтың стилі және философиясы оның өзіне сәйкес келеді. Осы маусымда ол Голландия чемпионатында 15 матчта 4 гол соғып, 1 ассист орындады. Қорғаушы Де Лигтің болашақ клубы жайлы мәлімет аздау. Оған да Барселона хабарласқан көрінеді, бірақ Манчестер Юнайтед оған деген қызығушылығын көрсетіп жатыр. Туриндік Ювентус та жағдайды бақылап отыр. Де Лигтің трансфердегі бағасы 65 миллион евро. Ол Арсеналдың ең жалақысы көп ойыншысы болғанымен, Унай Эмери маңызды матчтарда оған сенімкіремейді. Осы кезде Арсенал оның кеткенін қалайтындай көрінеді, бірақ оны сөзбен айта салу оңай. Ол аптасына 350 мың фунт алады. Ол теңгемен айтқанда 150 миллион теңге. Италия, Қытай және Түркия клубтары оған деген қызығушылығын көрсетеді. Алайда элиталық клубтардың ешқайсысы үн қатпай отыр. Түркияға жалға бару ең дұрыс шешім болып көрінеді. Башакшехир қызығушылық танытып отыр және Өзил клубтың басшылықтағы бірнеше адамдармен жақсы қарым-қатынаста. Дегенмен әлі нақты қадамдар жасалмады. Фенербахче және Бешикташ та қуана оны өз қатарларында көргісі келер еді. Өкінішке орай олар оның жалақысын көтере алмайды. Ойыншының өзі Лондонда бақыттымын дейді және де шешім қабылдауға асықпайды.